Шалқар қаласында Сары Батағұлы атындағы мәдениет үйінде Қожа Ахмет Яссауидің 930 жылдығына орай қазақтың қос батыры Тілеу Айтұлы мен Жолдаяқ Тілеуұлының ерлігін насихаттауға арналған облыстық конференция өтті. Шара басталмас бұрын жиналғандар батырдың ұрпағы Әтенек бабаның басына барып Құран бағыштады. Бұдан кейін мәдениет үйінде облыстық конференция басталды. Аудандық тарихи өлкетану музейі көрме ұйымдастырды. Жиынға келген қонақтар алдымен көрмені тамашалап, қазақтың ұлттық сусындарынан дәм татты. Конференцияның ашылуында аудан әкімінің орынбасары Қайрат Ақшолақов аталған шараның жас ұрпаққа берер тәлім-тәрбиесінің зор екенін айтты. Тарих ғылымдарының докторы профессор Өмірзақ Озғанбаев Сайрам шайқасы тарихи тағылым тақырыбында онлайн түрде баяндама жасаса, профессор физика-математика ғылымдарының докторы Жайшылық Сартабанов өткенге тағзым өнегелік белгісі, ал филология ғылымының докторы академик Жұбаназар Асанов Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жерленген Шалқарымның хас батырлары тақырыптарында ой толғады. Жоңғарлардың қазақ жеріне жасаған жорықтарының бірі 1681-1684 жылдардағы Сайрам соғысы. Жоңғар қоңтайшысы Халдан еліміздің оңтүстік өңіріне бірнеше рет шабуыл жасады. Шудан, таластан асып Арысқа жетті. Қазақтың қалың ортасына кіріп, Сайрам қаласына келіп маңдай тіреді. Осылайша қазақ ордасының астанасы Түркістанды басып алуды жоспарлады. қазақтың басына қауіп төнді. Ал бұл әз Тәукенің хан сайланған уақытымен тұспа-тұс келді. Ол енді Сайрам соғысы, ол қазақтың бір отан соғысы. Енді Совет үкіметі кезінде көп айттырмады. Бірақ ресми тарихтарда 49 жылғы шыққан Қазақстан тарихы, 50 жылы шыққан Қазақстан тарихында ресми тарихта шамал аталып өткен Сайрам соғысы болды деп. Сол жерде қалмақтарды 3 жыл бойы ұстап тұрған. Астанаға жібермей Түркістанға. Көрдіңіз бе? Оның маңыздылығы сондай. Егерде біз енді осы 3 жыл соғыста ол енді Сайрамдан берген, қазақтар айырылған, Сайрам басып алған 3 жылдан кейін. Бірақ енді 3 жыл бойы соғысқасын аналар да әлсірейді ғой. Олар да әлсіреп Түркістанды ала алмаған. Көрдіңіз бе? Астананы ала алмаған. Ал енді бұл соғыста олар бізді Ақтабан шұбырынды сөгізде бастап кетуі мүмкін еді. Ақтабан шұбырынды. Сол заманда. Сол Ақтабан шұбырындыдан сақтап қалған оның маңызы сондай Сайрам соғысының. Сайрамға Алшынның Әлімшімен аталығы мен 12 ата байұлынан және Жетірудан жасақталған қалың қолды бей батыр қолбасшы Тілеу Айтұлы бастап барды. Қасына баласы Жолдаяқ батыр мен інісі Қалыбайды ертеді. Осылайша тарихта қанды қырғын атанған соғысқа кірді. Енді бүгінгі болып атқан іс-шара бұл үлкен маңызы бар іс-шара. Айтұлы Тілеу батыр, ол бүкіл қазақтың батыры, әулеттік емес қазақтың батыры. Оның баласы Тілеуұлы Жолдаяқ батыр. Олар осы біздің өңірден, Шалқар өңірінен, Кіші Жүзден 1681 жылы Тәуке ханның шақыруымен, көмек сұрауымен қазақтың киелі астанасы Түркістанды жаудан қорғауға барады Сайрам соғысына. Сол Сайрамда 3 жыл соғысып, 1684 жылы ақырғы шайқаста қазақтың тағдыры шешілетін шайқас. Сол шайқаста атамыз Қара Тілеу қайтыс болады. Батырдың сүйегін жау қолынан баласы Жолдаяқ пен інісі Қалдыбай алып шығады. Сол ұрыста Жолдаяқ батыр да жараланып қаза табады. Ұлы шайқаста ерлікпен көз жұмған қос батырдың сүйегін Тәуке ханның жарлығымен ақ киізге орап, Қожа Ахмет Яссауи мавзолейіне жерлейді. Жердің тұтастығы мен халқының бірлігі жолында күрескен қос батырдың ерлігін ұрпақтары ұлықтап жатыр. 2000 жылы Түркістанда Тілеу мен Жолдаяқ батырға көше атауы берілді. Қазақ хандығының 550 жылдығында Ақтөбе қаласында Тілеу батырдың ескерткіші бой көтерді. Шымкент қаласының көрікті жерлерінің бірінде Тілеу мен Жолдаяқ батырға ескерткіш ашылды. Жиында батырдың ұрпағы Жолдаяқ мейірімділік қорының төрағасы, Шалқар Ырғыз аудандарының құрметті азаматы Жеткерген Елемесов бұндай шараның жас ұрпақты елін жерін сүюге тәрбиелеуде маңызы зор екенін айтты. Бұл енді тарих қай уақытта өзінің уақыты келген уақытта барлық дүниені ашады. Оның бір жағы мені де бір күн іздейді,
асылдан туған ұрпағым, көңілім күдер үзбейді, болса да өмір сүрсағым дегендей, сол тарих біздің ата-бабамызды айтылы тілеуді, тілеулі жолдаяқты бүгінгі күні сол насихаттап елге таныстырып жатыр. Бұл кісінің таныстығы бұдан 5 ғасыр бұрын болған жағдай. Себебі осы өңірден Тәуке хан сайланғанда 1680 жылы сол хандықтың ақ киізге көтергенде бір бұрышынан ұстаған ер азамат бидің біреуі. Сондай-ақ батыр ұрпақтары демеушілігімен осы жиын аясында әлеуметтік аз қамтылған 10 отбасының баласы және 2 мұғалім Түркістан қаласына барып тегін саяхат жасайды. Сонымен бірге Шалқардағы мүмкіндігі шектеулі балалардың орталығына арнайы сыйлықтар берілді. Жеткерген Елемесов Тілеу батыр мен Жолдаяқ батыр атындағы қорлардың жұмыс істеп жатқанын айтты. Қайырымдылық шаралары бұнымен тоқтап қалмайды. Шараның соңында жергілікті өнерпаздар жырдан шашу шашты. Тілеу батырдың ұрпағы ақын, шайыр Саршолақ Боранбайұлы туралы жұртшылыққа құнды мәліметтер айтылды. Жиынның соңында батырдың ұрпақтары ас берді. Ақтөбе медиа YouTube арнасы, Кәмшат Сексенбай, Аян Аманғалиұлы.